Талай жанның тағдырын табыстырып сүрінгенге сүйеу, жығылғанға медеу болған Тағдырластар клубының құрылғанына 15 жыл толды. Зағип жандарды біріктірген орта талай жанға тың мүмкіндік сыйлап, өміріне жаңа леп берді. Мерейтойға жиналғандар рухани кештің куәсі болып қайтты. Айнұр Смадияр Тағдырластар клубының мүшесі. 8 жыл бұрын кезекті рет кездесуге келгенде жолдасымен танысыпты. Мұнда мұңы мен сырын бөліскен қос ғашық араға аз уақыт салып шаңырақ көтерген. 2018 жылы біз осы Тағдырластар клубының бір кезекті отырысында жолдасым Қызылорда қаласының жігіті, соны Қызылорда өңірден келіп, осы Тағдырластармен араласам деген ізгі ниетпен келген. Сол ортада біз танысып, білісіп, бір-бірімізден араласып, хат алмасып жүрдік. 2018-де танысып, 2020 жылы қыркүйек айында шаңырақ көтердік. 2011 жылы құрылған қауымдастық өзге өңірлерден келген жандарға да демеу болып келеді. Бұл ұйым тек зағип жандарға қолдау көрсетіп қана қоймай, олардың өмірге деген сенімін нығайтып, тағдыр тауқыметін бірге еңсеруге үйретеді. Кітапханаға келу арқасында, кітапхананың ішінде клубқа қатысу арқылы қарапайым болып келіп, әнші болып кетіп жатқан, қарапайым болып келіп, тамаша талант иесі болып кетіп жатқан жандар жетерлік. Мерекелік шараға елге танымал әншілер келіп өнер көрсетті. Жиында қауымдастықтың жетістіктері мен алдағы жобалары сөз болды. Осында келіп бір айда бір мәрте сырласамыз, мұңдасамыз, түрлі викториналық сұрақтарға жауап береміз. Оның ішінде әрине кітаптарды талқылаймыз. Осындай көптеген іс-шаралар болып өтіп жатыр. Тағдырластар клубы 15 жыл ішінде 200-ден астам іс-шара өткізген. Алдағы уақытта да түрлі жоба жасауда жоспарлап отырмыз дейді ұйымдастырушылар. Аружан Самидин, Жансерік Сұлтанбек, Еркінбек Ермекбайұлы, жаңалықтар.